Қайырлы күн оқырман, қалдарыңыз қалай? Менің үй жинағанымды, қонақ күткенімді сағынып қалғандар бар ма? Бұл видео негізінде 3 күн алдын салыну керек болған. 3 күн айтқа дайындық. Алдымен кілемдердің барлығын алып жууға бердім. Қазір барлығы күшті, барлық нәрсені жууға бере саласың, 3 күннен кейін әкеліп бере салады деген сияқты. Ол кілемді беріп алдым да, мына әпше басыма бәле болды деген шығар. Әбден звондап қайта кілемді әкеліңдер 9-на дейін депші. Оларды әкеліп берді, мен кілемнің бәрін төседім, сонымен базарға шығып кеттім. Керек заттарымды алып, сонымен үйге қайттым. Үйге келе сала бұрқыратып тұрып етімді асып қойдым. Ары қарай жеңгемнің заттары пісіп жатыр. Менің сүп-сүйкімді салатым. Ана жолы видео салған болатынмын ғой. Жеңгем жасаған депші, сөйтсем сен не жасағансың, барлығын жеңгең жасаған сияқты, сен ештеңе жасамаған сияқтысың дейді бәріші. Аллаға шүкір, маған бәріне көмектесіп отыратын жеңгем бар. Іштерің күйіп жатыр ма? Іштерің күйсе тұржалаңдар. Вообще мен көре алмайтындар көп негіз бар ғой, деп өзіне көп алып жатыр дей ма? Осындай 2 бөлмеге дастархан жайып қойдық, сонымен тамақ барлығы дайын. Ал бізге ас болсын.